Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа тез дайындалатын өте дәмді американдық панкейктер әзірлейміз. Барлық ингредиенттерді описаниеде қалдырдым. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып жақсылап араластырамыз. Содан соң жылы сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Ұнды аз мөлшерде қосып отырып араластырып аламыз. Барлық ұнымызды қостық. Енді ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын, міне осындай консистенция болып шығады. Енді қызып тұрған табаға құйып, пісіріп аламыз. Табамыз міндетті түрде құрғақ болу керек, ешқандай май болмау қажет. Осындай көпіріктер пайда болған кезде аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда өте тез піседі. Панкейктеріміз дайын. Енді өз қалауларыңыз бойынша шоколадпен немесе мен секілді сгущенкамен әсемдесеңіздер болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.